Сәлем достар, бүгін ағылшын тілінде қалай үй жағдайында үйренеміз. Бүгін менің қасымда қызым Назым. Назым маған қазақша сұрақтар қояды, мен ағылшынша жауап беруге тырысамын. Кеттік, Назым. Бір сұрақ қойшы. Мама, менің ақ футболкам қайда? Осы сұраққа жауап берейін, е? Так. Mom, where is my white t-shirt? Mom, where is my white t-shirt? Түсінің бе? Келесі сұрақ. Мам, мен ертең жаңа билігімді айдайын деп жатырмын. Жаңа билігіңді айдайсың ба ертең? Иә. Жарайды. Осы сұраққа жауап берейін, е? Mom, I'm going to ride a new bike. Немесе I'm going to ride my new bike деп айтуға болады. Tomorrow деп айтсақ та болады. Кеттік. Келесі сұрақ. Егер сен асықсаң, біз кешігеміз дегенді қалай айтады? Асықпасаң деші. Егер сен асықпасаң, біз кешігеміз. If you don't hurry, we will be late. Бұл сөйлем бірінші шартты сөйлем. Яғни ағылшын тілінде 4 шартты сөйлем бар да, Назым? Сол 4 шартты сөйлемнің бірінші шартты сөйлемі if, present simple, кома, одан кейін future simple болады. Кеттік. Тағы қандай сұрақ қоясың? Той, уайымдамаш, мен болдым. Мен дайынмын ба? Яғни, так. Don't worry, I'm ready. Don't worry, уайымдамашы, мен дайынмын, I'm ready деп айтамыз. Келесі сұрақ. Менің мамам келесі айда 35-ке толады. Дұрыс айтасың. Мен 35-ке толамын. Так. My mom will be 35 next month. My mom will be 35 years. Қойсақ та болады. Next month. Тағы қандай сұрақ қоясың? Су ішкенсің бола ма? Осы сұрақты қалай айтамыз? Негізі бізге модальный глагол келеді. Can I drink cup of water? Can I drink water? Десек те болады. Яғни, can модальный етістігі адамның қабілеті не болмаса сұраулы сөйлемдерде қолданамыз. Мысалы, I can dance, I can swim деген сияқты. Can модальный етістігін осындай сұраған кезде, мысалы, can I come in деп мектепте үйрететін шығар, е? Сол секілді. Ама су ішесіз ба? Осыны қалай ағылшыншаға айтады? Ағылшынша айтайын ба осыны? Аха. Так, рахмет. Would you like drink cup of water? Would you like drink a cup of water деп айтамыз. Жарай ма? Thank you. Next question. Сіз кітап оқығанда ұнатасыз ба? Yes, of course. Так, осы сұраққа жауап берейін, е? Ағылшынша. Так, do you enjoy reading? Do you enjoy reading деп айтамыз. Неге? Неге кітап оқығанды ұнатасыз дейсің ба? Так, неге деп сұрақ қойғанды why дейміз. Why? Сұраққа жауап берейін, е? Because reading books improve your speaking skills, especially when you learn English. Next question. Мам, мен сіздің туған күніңізді асыға күтіп жүрмін. Менің туған күнімді? Окей, осы сөйлемді аударайын ба? Или шынымен күтіп жүрсің ба? Аударыңыз. Окей. Mom, I'm looking forward to your birthday. Why you are looking forward to my birthday? Неге күтіп жүрсіңіз дейсің ба? Yeah. Өйткені шомылуға барамыз. Папа айтты ғой. Папаң айтты ма солай? Okay. Because we are going to swimming. Your birthday деп айтуға болады. Anyone else? Тағы сұрақ бар ма? Жоқ па? Кез келген сұрақ. Жарайды. Егер осылай сұрақ қойып үйренсеңіздер күнделікті,
бала тез үйренеді. Bye bye, see you next time.